Сәлем баршаңызға, ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын осындай нандар пісіреміз. Бұл нандар ерекшелік осындай пакетте пісіреді. Орысша айтқанда рукава дейді ғой, рукавада пісетін нандар. Өте дәмді, қарапайым нанға қарағанда және де өте жұмсақ болып шығады. Біз біреуін солаймен піскен бойда ысылай жеп қойдық. Қараңыздаршы, қандай үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде рецепті қарап сақтап алыңыздар және каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мұнда менде ұнды алдын ала електен өткізіп алдым, және де ұнымыздың үстіне 7-8 граммдай ашытқымызды саламыз. Одан кейін 2 ас қасық қантымызды саламыз. Мұнда менде 2 ас қасық болды кеседегі. Одан кейін 2 шай қасық толтырмай тұз саламыз. Және де осы құрал ингредиентті жақсылап күрекшенің көмегімен қасықпен, үйшікпен араластыра берсеңіздер болады. Барлығын араластырғаннан кейін 500 мл жылы су құямыз. Оның тығыздығына байланысты сізде көп немесе аз кетуі мүмкін, сондықтан консистенцияға қарайсыздар. Енді осыны жақсылап араластырып, жаңағы илейтін боламыз. Және де мына жерде менде зәйтүн майын құйып жатырмын. 4 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Егер зәйтүн майы болмаса, онда қарапайым жаңағы сұйық майды құя берсеңдер болады. Жақсылап араластырамыз лопаткамен, қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Бізде ондай бір қатты жабысқақ емес, қамыр шығу керек. Жай ғана осылай кішкене ғана жабысып тұрады қолға. Ол ештеңе етпейді, осындай болу қажет. Енді оның жаңағы астына зәйтүн майын құямыз. Кішкене содан кейін тағы да бір илеп жібереміз. Қамырдың барлығы қосылды. Осындай бірікті. Енді жаңа кішкене илеп жібереміз де үстін пищевая пленкамен жауып, және де орамамызды жауып, жылы жерге 1 сағаттай көтеруге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін тағы бір кішкене осылай ауасын шығарып илеп аламыз да, осылай жаңа үстеліміздің үстіне қойып, астына кішкене ұн себеміз, және де жақсылап бір илеп жібереміз. Көп қатты илемеңіздер. Мінекей қолыңызға жабысып тұрса, кішкене ғана ұн сепсеңіздер болады. Осы қамырымызды 2-ге бөлеміз теңдей, және де екеуін жаңағы осы әрі қарай видеодағыдай қылып жасайсыздар. Кішкене үстін басып, оқтаумен кішкене ғана осылай илеп аламыз, ұзыншалау қылып. Қатты ұзынша қылмаймыз, және де осылай бүктейміз. Дәл видеодағыдай қыламыз. Және де тағы да бір илеп жібереміз де, барлығын бір жерге ортаға жинап, дөңгелек жаңағы пішінге келтіреміз. Мінекей осылай бір жерге жинаймыз да, дөңгелек пішінге келтіреміз. Мінекей екінші қамырымызды да дәл осылай жасап аламыз. Мінекей осындай бізде әдемі қамыр шығу қажет. Екінші қамырымызды дәл осылай істейміз. Енді біздің протеиніміздің үстіне жаңағы рукава дейді ғой, орысша айтқанда осындай пакетімізді қойып, ішіне жаңағы біздің тестімізді саламыз да, ұн сеуіп жібереміз. Жақсылап осылай ситымен ұн сеуіп жібереміз де, осының ортасынан надрез дейді ғой, бір кішкене ғана кесінді жасаймыз. Жаңа біздің рукавамызды, пакетімізді жауып, жаңа байлап, осындай өзінің арнайы байлағышы бар, сонымен байлаймыз да, тағы да бір 20-25 минутқа көтерілуге осылай осы күйінде қойып қоямыз. 220 градуста 40-45 минут біздің нандарымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Алған бойда жаңа біздің рукавамыздан, целлофанымыздан, яғни пакетімізден шығарып кесіп, жаңағы пакетімізді кесіп шығарып аламыз да, және де суытамыз. Толық суығаннан кейін кесіп жей берсеңдер болады. Кішкене ыстық болып тұрса, жаңағы сармаймен жеген өте дәмді қыздар. Мінекей осындай болып шықты. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, мақтадай жұмсақ болып шығады. Қазір мен сіздерге кескендегісін көрсетемін. Мінекей осындай болып шығады. Міндетті түрде видеоны сақтап алыңыздар, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, кез келген видео шыққан кезде бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей қыздар осындай болып шығады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.